медик. Медиктер халыққа жақсы қызмет етеді. 30 жыл еңбек еттім. 30 жыл еңбек еттім. Бірақ нанасыздар ма, нанбайсыздар ма, 30 жыл еңбек еткен кезде үйде бір фотомда қарайын десем, медсестралық бір фотомда жоқ екен. Енді 30 жыл мен балдарымды асырадым, бақтым, еңбек еттім, халыққа қызмет еттім. Мен туббольницада, инфекционный больницада, сондай реанимационный отделение, операционный медсестра болған адаммын. Андай поликлиникада жасаған жоқпын. Енді ондай жасаған адамдар, білесіздер ғой, 24-та 7 жұмыс жасайтын адам. 24 жұмыс жасаймыз, 24 демаламыз. Солай жұмыс жасаған адаммын. Енді сіздердің алдарыңызда мен осы Орал қаласының сервис центрінің орталығы болып, сіздерді басқарып келіп отырмын. Мен бұл жерде бір ауыз ғана сөз айтам. Неге? Өйткені мен осы компанияға келуімнің себебі, мен 2 жыл бұрын аварияға түстім. Мынау менің осы состоянием, аварияға түскен состоянием, 2 қолым көтерілмей қалды. Я почти инвалид был, 2 группа. 2-ші группа инвалид болғаннан кейін менің арбаным 2 қолды көтеріп осылай билеу. Сондықтан алдарыңызға шығып билеп отқан сол себепті. Міне, қазіргі өмір сіздер ойлайсыздар, өмір сүрген күшті, өмірді өзің өзгертесің деген сияқты. Бірақ өмір бәріңізге күшті болып келмейді. Өмір ағы менен қарасы болады. Сол ағы мен қарасының ішінде қарадан аққа шығып, ақтан қараға шығу өте оңай нәрсе емес. Мен 2 жылдың ішінде өзімнің бүкіл денсаулығым жоқ болды. Хронический панкреатит, хронический холецистит, бүкіл омыртқамның бәрі қисайып кетті. Неге? Мен егіз босанғаннан кейін омыртқам қисайып, содан кейін одан сайын 2 омыртқам қисайып, мен почти былай жүріп қалғанмын. Сөйтіп жүргенде 3 жерден грыжа, сколиоз, омыртқа қисық, одан келді аварияға түсіп, бұған ағым сындырып жіберген. Содан кейін оған операция жасадым. Сондықтан осындай историямен келіп, менің арманым 2 қолды көтерту болды. Өйткені өмір сізді құлатады жерге осылай. Сіз одан тұру үшін істейсіздер, білесіздер ма? Өмірлерің жан-жаға қарап, бүкіл лечение іздейсіңдер. Қаяққа барасыңдар? Медицинаға барасыңдар. Медицина сендерге көмектессе жақсы. Мен дару клиникасында 5 рет болғанмын. Дару клиникасында мен больницада жасап жүргенде де өзім жақсы жерлерде жасадым деді. Дарудың өзі көмектеспеді. Мен бүкіл массаж, бүкіл остеопат, бүкіл жерге бардым. Бүкіл жерден барып, осы сіздердің алдарыңызда тұрмын. Міне, өмір деген осы. Өмірде біздер соны өмірді сүріп, жоғарға көтерілген кезде Алла Тағаланың алдында мен осы компанияда қаншама адамдардың, менің командам қаншама адамдардың өмірін өзгертті. Өмірін өзгертіп денсаулықтарын дұрыстады. Сондықтан мен компанияға 1000-да-1 шүкіршілік айтам. Веда компания, тұрсам да, отырсам да, жатсам да, менің түсіме де кіретін Веда компания. Өйткені Веда компаниясында мен нанасындар ма, нанбайсындар ма, 25 миллион кредит, айына 500 мың теңге төлейтін едім. 500 мың емес, халық 50 мың теңге төлейтінге жылайды. Бірақ мен ешқандай банкымдан істемеймін. Өйткені өзім керек жарағыма алған кредитім. 25 миллион кредитті 2 жылдың ішінде төлеп, қазір менің табысым 5 миллион. Кімге 5 миллион керек? Қазір келесіңдер офисқа. Мен ең бірінші, біз Дубай қаласында Анар ханыммен бірге 20 адам Дубай қаласында демалдық. 20 адам. Господин Лютин өзі қолымыздан жетектеп, бізге бүкіл керегімізді алып, қасымызда жүрді. Мы одна семья деп. Біз енді әрмен қарай оның ар жағын түсінбедік. Одна семья шығарымызды жүре бердік қасында.
Сондықтан ол неліктен десек, оказывается, мына сіздер келіп отқан бүкіл команда, бүкіл Россиядан 1% алып отқанда, мы одна команда болады екенбіз. Мы одна команда, содан бастап господин Лютен солай бізге белгі берді. Өйткені Дубай қаласында мен бірінші рет шет мемлекетте шықтым. Өйткені медсестра болғанда, медсестраның зарплатасы 150 мың, 100 мың, да? 150 мыңмен мен даже Алматыға, Астанаға бара алмайтын едім. Мен Дубай қаласына 50 жасында бірінші рет шет мемлекетке бардым. Дубайға барғанда менің қалтамда 10 мың теңге болды. Мен даже самолетке де билетімді балам алып берді. Сөйтіп жүргенімде Дубай қаласында 20 адам жинадық. Содан кейін 3 айдан кейін Таиланд Бухет қаласында болдық. Таиландта уже командамнан кем дегенде 30-40 адам алып бардым. Содан кейінгі кезек Китай, Тензин, Шанхай, Пекин 4 шет мемлекетте 4 қаласында болдық. 4 қаласында болып 16 ресторанға бардық. 16 ресторан бірінен бірі өтеді. Мен қарапайым 30 жыл медсестра болған адам істеп жатқанда әрбір қазағым осылай істеу керек деп ойлаймын. Одан кейін Турция билік кемер. Мына жерде отырған Гүлшара ханым, мына жерде Жадыра ханым менің амбассадорларым. Содан кейінгі Кореяда бірінші Қытайға бардық, содан кейін Кореяға үлкен кемемен бардық, лайнермен. Сол лайнерде 3 мемлекетке барғанбыз. Корея, Япония. Содан кейін мынау Хайнян, мынау тоже не. Хайнян еліне бардық. Хайнян елінде мен семьямен, немереммен 1 жастағы немеремді алып бардым. 1 жастағы немерем, мен балам босанған, келінім босанғанда айтқанмын, заграничный паспорт алып қойшы деп. Туғаннан кейін балам түсіріп уже дайын деп. Мен 3 жаста апарам дегенмін, 1 жасында алып бардым немеремді. Көрдіңіздер ме? Менің істеген ісімді сіздер де істей аласыздар. Өшеді Орал қаласында бүгін келіп отқан адамдар, бүгін сіздер, мен осы сенада тұрсаңдар, сіздер де осы сенада тұрасыңдар. Өйткені бұл сетеу маркетингте ең бірінші не керек? Бірінші табандылық керек. Табандылық дегенде білесіздер ғой, бір жерді қазып істеу керек. Екіншіден не керек? Білімді ашу керек, білімді болу керек. Үшіншіден не керек? Бізге ақша керек. Өйткені ақшасыз күн жоқ. Больницаға барғанда да ақша сұрайды. Лайнермен саяхат. Мынау командам. Өшеде отқан Зауре ханым, Гүлшара ханым. Енді мен бұл жерде, назарларыңызға көп рахмет. Мен бұл жерде келіп отқанда жалғыз өзім бүкіл әлемді басқарып келіп отқан жоқпын. Менің бұл жерде келіп отқан командам бар. Ең бірінші осы компанияға келген себепкер болған Тәттігүл Камалатова, Анар Тұрсынова. Содан кейін менің командамнан келіп отқан Жанар Оразаева, Манепова Мейіргүл, Жұма ханым. Сіздерге көп рахмет. Гүлшара ханым, Каленова Күләш, Айгүл Садыкова. Осы командама көп рахмет. Зауре ханым, сізге де рахмет. Это моя подружка. Аллаға шүкіршілік етем, сансыз шүкіршілік етем. Неге? Осы жерге келіп, мені осында 200 адам, осы жерде келесі презентацияда 500 адам болсын. Өйткені сіздер артта отырған адамдар, новичоктар бар ма? Новичоктар, бүгін ертең осы жер сіздің жерлеріңіз болады. Осы жерде мен де отырғамын артта. Сол арттың алды болғамын. Алды болу үшін не керек? Бірінші табандылық керек. Адамға тек армандау керек, бәрін жазу керек. Өйткені бұл жерде мен денсаулығым туралы айтсам, басқаша да айтсам, целый ден уақыт өтіп кетеді. Сіздерге көп рахмет.